10-шы сыныптың алғашқы күндерінде жетекшіміз Майра апай сыныпымызға ұзын бойлы, аққұба, талдырмыш қыз баланы ертіп әкеліп, оның бұдан былай бізбен бірге оқитынын айтып, бәрімізбен таныстырып кетті. Тараз қаласынан нағашыларының қолына оқуға келген Жәмиламен тез арада тіл табысып, дос болып кеттік. Оның ылғи да менің жанымнан шықпауы бізді одан әрі жақындастыра түсті. Жәмиламен жақын араласып жүріп, оның көптеген сырларына қанық бола бастадым. Сыныбымызбен жиналған көңілді отырыстың бірінде аздап масайып қалған ол өзінің абыройын әлде қашан жоғалтқандығын айтқан еді. Оңашада жасырынып темекі шегетін ол мені ылғи да өзіне ұқсатқысы келетінін айтатын. 11-ші сыныпқа көшкен жылы да екеуміз жұбымыз жазылмай қатар жүрдік. Көптен күткен мектеп бітірушілерге арналған салтанатты кеш өтіп, артынан Жәмиланың үйіне жиналдық. Біз оның үйіне барғанда жастар еркін отырсын деп, үйіндегілер көршілерінікіне кеткен екен. Бірін-бірі қимаған қыз-жігіттердің сыбыр-күбірі таусылмай, сыртқа шығушылар көбейіп кеткен кез еді. Жаныма келген бір дәу қара жігіт мені әй-шайға қаратпай сүйрей жөнелді. Бар күшіммен айқайлап жыласам да ешкім көмекке келмеді. Мен есімнен танып қалыппын. Үсті басымды біреу ауыр таспен бастырып тастағандай болып жатқанда, есімді жиғанымда өзімді әлгі айуанның зорлағанын білдім. Не істерімді білмей дал болдым. Сыртқа шыққанда әлгі оңбағанды көріп, оның жанына бардым. Мені көрген ол өзінің қатты мас болғанын айтып, кешірім сұрай бастады. Оған мұндай оңбағандық үшін түрменің түбінде шіртетінімді айтып едім. Ол мені оңаша жаққа алып шығып, бұл іске менің құрбым Жәмиланың да қатысы бар екенін айтты. Бұндай сұмдыққа сенбегенмен Жәмиланы тауып алдым. Ішімдікке сылқия тойып алған ол. Оның маған: «Иә, осының бәрі менің жоспарым. Әлгі ақымақ тек менің өтінішімді орындаушы ғана. Ал неге бұлай жасадың дегеніңе келетін болсам, сенің менің қасымда періште болып жүргеніңе ызам келді. Міне, енді сенің де менен ешқандай артықшылығың жоқ. Егер біреуге бірдеңе деп аузыңды ашсаң, мектеп бітіргелі тұрғанда ел алдында өзің масқара боласың» деді. Басым айналып, көзім қарауытты. Сол кезде өзімнің сүйіп кездесіп жүрген жігітім де бар еді. Мен оған болған жайды айтпасымнан басқа амал қалмады. Бұл сұмдықты естіген Нұрлан мені тастап өзге қызға үйленді. Сонымен аузымды ашпаған күйі оқуға кете бардым. Содан бері 4-5 жылдың жүзі болды. Маған ашуланып, өзі танымайтын бөтен қызға үйленген сүйіктім Нұрланның жақында ажырасып кеткенін естідім. Қазір мені өзіне жар еткісі келіп жүрген екі азамат бар. Бірі менің өткенімнен мүлдем хабары жоқ Ержан, ал екіншісі өзімнің Нұрланым еді. Құшақ-құшақ гүлі мен сыйлықтарын алып, маған деген ыстық ықыласымен дархан көңілін аша жөнелетін Ержанға бұл жағдайды қалай түсіндірермін? Оның үстіне өткенімнің бәрін түп-түгел білетін Нұрлан да менің өзіне тұрмысқа шығуымды өтініп жүр. Менің олардың қайсысына тұрмысқа шығарымды білмей басым қатып жүр. Құрметті оқырман, құрбы, дос таңдар кезіңізде әбден сынап тексеріп алыңыз. Құрбыңызға сеніп, мен сияқты опық жеп қалмаңыз. Жәмила құрбымның өмірі қазір мүлдем басқаша. Ол жеңіл жолға салынып, ішімдікпен дос болған. Оған деген өкпен ренішімді ешқашанда ұмытпаймын.